Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Бексизет. Бүгін біздер Clash Royale ойнайтын боламыз. Әлбетте, Clash Royale'да мен дейтін магический сундук ашамын. Сондықтан сіздер мені бағалап отырыңыздар, сол себептен. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Мына принц беріп, маған 500 берді. Керемет. Мен оларға не берсем барды мен оларға мысал үшін страж берейін бекен. Ладно, страж берейік. Маған берсе, ал біз кеттік. Бірінші мынандай жерден бесплатный эпик сундайларды ашып алайық. Подарок маған беріп жатыр. Маған шығатын эпиктер міне мынау или мынау. Или гигантский свет шықса екен көбінесе. Басқа ярыс. Мынау эпиктер маған қажет жоқ, өйткені олар мен қолданбаймын. Енді дракон берсе де мейлі, өйткені қолданып қаламын оны да. Ал кеттік көрейік. Арбалет. Бұны ешкім қолданбайды. Ал ендеше достар, менде 2 легендарка бар. Клад бешенің 5-ші аренада түсірдім, мынаны 6-шы аренада түсірдім. Шыдамай 7-ші аренаға өтіп кеттім. Бұл жерде менде 7-ші аренада барлығы ашық. Просто 2 легендарка ашық емес, біреуі громовешек, біреуі принцесса. Білмеймін, әйтеуір. Легендарка ашық қалса да мейлі. Өте керемет болатын еді. Ал ендеше достар, кеттік, бастаймыз. Бісміллә деп магический сундугымызды ашамыз. Бісміллә. 879, нормально. Бір редкий. Жоқ, редкий. Эпик, жоқ, эпик. Тану достар, бізде легендарка жоқ. Керемет, мына армиясы кетіп берді, өте керемет ол. Керемет, мені қолданам оны. 4-ші левел өтіп қалу мүмкін ол да. Ендеше достар, біз кеттік әрі қарай. Бір матч өздерге. Достар, менің алатын тактикам ол міне қазір ведьма и гигантский скелет, өйткені гигантский скелет алдына қойсаң, алдынше ведьма мысал үшін нелерден қорғап жүреді. Жоқ. Спарки. Ведьма. Мына керемет тактика осы. Ал. Так. Әрине біз мына қоюға тура келді. Так. Өте керемет. Енді шар мен ведьма жібереміз. Давай. Қалдың жер. Фаебол қоятын маған. Біріне қойшы анауын. Бір зданиядан айырылып қалдық. Осы жолы бір ұта алмайтын сияқтымыз. Менімше де. Валькирия жіберсе керемет болатын еді. Ардам мұқын немен жібердің ойқа?
принц айырады ғой қазір. Не? Слушай, принц жеп қойық. Так, бізде бір желез алып кеттік. Қуанышқа орай. Так, мына жаққа ведьма жібереміз. Просто мына екеуміз келіспей жатыр, келіспей қалады. Что-то. На. Жоқ! Ят тастап кет, прикинь. Жоқ. Yes! Оттық! Достар, мінекей, соңғы нелерде, минуттарда біз ұтып кеттік. Өте керемет. Соңғы минуттарда ұтып кеттік. Давайте генсіз кетпейік, өйткені досымда ғой. Осымен видео осы достар. Мұнса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп, обязательно лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Бекске жет. Сау болыңыздар.